Мысықтар қандай адамды жақсы көреді? Мысықтар өз бетінше өмір сүруді ұнататын, бірақ сонымен қатар адамдармен тығыз қарым-қатынас орната алатын жануарлар. Олардың сүйіспеншілігін жаулау үшін белгілі бір мінез-құлық пен қарым-қатынас стилі қажет. Мысықтар өз иесін жақсы көргенде оның жанында көп уақыт өткізіп, еркелеп, басын үйкеп немесе қасында ұйықтап жатады. Бірақ олар барлық адамға бірдей жылы шырай таныта бермейді. Мысықтардың жақсы көретін адамын анықтайтын бірнеше негізгі фактор бар. 1. Сабырлы және жұмсақ мінезді адам. Мысықтар кенеттен жасалған қатты қозғалыстар мен шулы ортаны ұнатпайды. Егер адам оларды жиі қорқытса, немесе агрессивті әрекеттер жасаса, олар сенімсіздік танытады. Мысықтар көбінесе сабырлы, байсалды адамдарды жақсы көреді, өйткені мұндай адамдар жануарларға қауіпсіздік сезімін сыйлайды. 2. Мысықтың жеке кеңістігіне құрметпен қарайтын адам. Мысықтар тәуелсіздікті сүйетін жануарлар. Олар еркін жүргенді және қалаған кезде ғана жақындықты ұнатады. Егер біреу мысықты мәжбүрлеп ұстап, құшақтай берсе, олар бұны ұнатпайды. Мысықтар өздерін ыңғайлы сезіну үшін олардың жеке кеңістігіне құрмет көрсететін адамдарды жақсы көреді. 3. Тамақ беретін адам. Мысықтар тамаққа өте жақын, сондықтан оларды жақсы тамақтандыратын адам олардың сеніміне оңай кіреді. Егер белгілі бір адам үнемі сүйікті тағамдарын беріп тұрса, мысық оған жақын болады. Сонымен қатар, мысықтар тамақ беретін адамның дауысына үйреніп, оны көргенде қуанып, мияулап еркелейтін болады. 4. Жылы қарым-қатынас жасайтын адам. Мысықтар мейірімділік пен нәзіктікті сезе алады. Егер біреу оларды ақырын сипап, жұмсақ сөйлессе, олар сол адамды ұнатады. Бірақ әр мысықтың сипалуға деген өз шегі бар екенін ұмытпау керек. Кейбір мысықтар ұзақ сипауды ұнатпайды, ал кейбірі керісінше ұзақ уақыт құшақтасқанды жақсы көреді. Мысықтың қалауын түсініп, оған сай әрекет ететін адам олардың сүйікті иесіне айналады. 5. Ойын ойнайтын адам. Мысықтар ойнағанды жақсы көреді. Олар аңшылық инстинкттері бар жануар болғандықтан, қозғалыстағы заттарды қуғанды ұнатады. Мысықтарға арнап түрлі ойыншықтар алып беріп, олармен ойнап тұратын адам олар үшін ерекше болады. 6. Күтім жасайтын адам. Мысықтар тазалықты жақсы көреді. Егер адам олардың жуынуына, тазалығына көңіл бөлсе, мысық оны жақсы көреді. Сондай-ақ тырнағын алып, жүнін тарап, таза жерде ұйықтауына жағдай жасайтын адамдар мысықтардың сүйікті иесіне айналады. 7. Онымен сөйлесетін адам. Мысықтар адамдардың дауысын тани алады. Олар өздеріне арнап сөйлескенде дауысты есіне сақтап, оған жауап қайтаруы мүмкін. Мысықпен жиі сөйлесетін адам оған жақын болады, әсіресе егер дауыс жұмсақ әрі мейірімді болса. 8. Жақындыққа рұқсат беретін адам. Мысықтар өз иесіне деген сенімін құшақтасу, жанасу арқылы білдіреді. Кейбір мысықтар иесінің үстіне шығып отыруды немесе қасында жатып, бетін үйкеуді жақсы көреді. Егер адам оларды итеріп жібермей, керісінше, олармен бірге уақыт өткізсе, мысық оны жақсы көретінін білдіреді. Қорытынды. Мысықтар өзін қауіпсіз әрі жайлы сезінетін адамды жақсы көреді. Олар адамдардың мінез-құлқын тез аңғарады және өздеріне ыңғайлы орта жасайтын адамдарға ғана сенім артады. Мысықтың махаббатын жаулау үшін оны құрметтеу, қамқорлық көрсету, дұрыс тамақтандыру және онымен жылы қарым-қатынас жасау маңызды. Егер сіз мысықтың көңіл күйін түсініп, оны шектен тыс мәжбүрлемесеңіз, ол сізді жақсы көретін болады.